Қыздар, кстати, көбісі білмейді екен, мен еріндегі филлерді алдырып тастағанымды. Енді соңына қайтадан барып бүгін салдырайын деп жатырмын. 5 күндей болды. Алдырып тастап, 5 күннен кейін, бір аптадан кейін барып салдыра беруге болады екен. Енді соңына қайтадан барып дұрыстап салдырайын деп жатырмын. Алдыңғысы дұрыс емес, комок болған из-за этого. Енді барып соны қазір дұрыстайын деп жатырмын. Сосын сіздерге результат көрсетемін. Талғар деген тұман болып отыр ғой достар. Не деген суық Талғар деген. Сол заттар алып, баламның заттарын салып. Қошын больницаға келдім. Жұмыстан келдім, шаршап, қарным ашып. Сен Мадикош ондай бір ерекше тамақ істеп жатыр. Көрсетейін ба? Бірге көрейік, достар, бірге көрейік. Бұл бешбармақ емес. Қандай аты жан? Тамақтың аты? Жатпасай деп аталып бізде. Сол солтүстік өңірде ғой, дұрыс қой? Ойбай, шығыста. Ой, кешірім сұраймын. Географиядан кішкене бар енді. Шығыста бұл тамақты жаппасай дейді екен. Мен негізі любой тамақ жей беремін. Что-то бір тамақ аппетитный сияқты ма деп қоямын. Мадикош любой тамақ ұнайды ғой. Түрі онша емес, көрініп атуы мүмкін, езіліп. Внешность обманчива дейді. Не болса да бізге ас болсын, сіздерге де ас болсын. Қайырлы кеш достар, қалайсыздар? Бүгін жаңашылық кешіміз премьер ресторанда басталып жатыр. Қызу дайындық болып жатыр. Пони бізбен бірге, және де тағы да құпия қонақтар бар. Жаңа жылға бүйтіп вау деп қалатындай. Сол, құдай қаласа бастаймыз, сәттілік тілеп қойыңыздар. Сәлем Астана қаласының қыздары, сіздердің құлақтарыңызға алтыныстарға. Мен неге сіздерді консультацияға шақырамын, немесе неге сіздерді тестке шақырамын да? Тест жасаймын, сосын барып білеміз деп. Қазір сіздерге бір тестті көрсетемін. Ана қарындасымыздың шашы қараға боялған өмір бойы. Енді тест жасадық, 30 минуттан шешіп қарадық, результатын көрдіңіздер. Мына жер өзі боялмаған шаш, осылай болып ашылды. Мына жағы мүлде өзгеріс жоқ. Бұл қарындасымызды мен где-то бір 6 айдан кейін, 3 айдан кейін, өзімен өзі шамалы шайылғаннан кейін краска сіңбірткі жасаймыз. Қоңыр түске, шоколадный цветке ауысуға болады. Тест деген осы міне. Так что Астана қаласының қыздары, шашқа келіңіздер, жазыңыздар, не істеп келіңіздер. Съемкадан босамай историяға енді шығып жатырмын достар. Шүкір қазір реклама съемка деген көбейген деп қоясың жаңа. Сондай-ақ көп адам сұрап жатыр, жалпы ертеңгі тузақ қалай болайын деп жатыр, кіру коды қалай деп ше жаңа. Соның барлығын қазір келесі постқа салам. От души қарап, қолдап, подружкаларыңа жіберіп, бірге келсеңдер, короче, басы бос болады. Давай. Өнім осы прополис болатын, реально күшті результат көрдік қой. Ерасыл сразу тәтті жегені басылды. Үлкен дәретімен кәдімгі өз көзімен астрица құрттарын көрдім ғой. Майда ақ құрттар болады екен. Кәдімгі үлкен дәретімен осы прополистан кейін ішін